1940-41 жылдар көлемінде Көктоғай өңірінің ұры көшбасшыларының бір атақты Қарақас Қалелтайжы Көменден үкіметінің жазықсыз құрбандарының бірін айланып түрмеге түседі. Бұл жайында мол қақыны Қажет Биікбайұлы алдымен Мәңкей Қалел Ақытталды, 70-тің біріндегі Қарышалды, мешіттерді құлатып Құранды өртеп болмаған енді кәпір неміз қалды деп жырласа, бүкіл рулы ел атын атамай әлі деп атап кеткен Қадірменді қарт әкесінің алданып түскен түрмеден қайта тірі шықпасын білген күйші Сайып Қалелұлы қайтейін қайран әлем, қайырлы ел жұртыма бердім сәлем. Тілге көнбей кетібің алдау керіп, мінекей өз басыңа тапқан пәлең деп бармағын шайнап отырып, осы қайтейін қайран әлем деген күйін тартқан екен.